көркем оқу, маданиятты мықты қызметкерлер Айнаш сахнада қозғалыңыздар. Қамыту түпті дарақтың шағындай болған енелердің жүрегінде дайыма бала тұрар түпкірінде. Ошол бала кім? Бала үйген сенің түптеген, бақтың сенің бүкпеген, бағы жетпеген байлығың, башқа жақтан күтпеген. Туың белгілер, туғын белгілер, чачылғаның жиынарың, чарқайланып сыйларың, жаман айтпай жақсы жоқ, жашуын бүтсе ұймарың. Келечегін үмітіңдер, біз ұшы балдардың келечек үмітіменен жашап жатамыз. Сағалы Айдаралиев, мен жолдошым әлі. 8 жашында енесі, 3 жашында атасы қазір болған екен. Ошол әрбір елі адамдан жүрегінде бар. Ата енеме еңбек қылсам, қызмат қылсам деп. Бұл кіші ошо жаш кеткенде қызмат қылбай қалдым деген арманы бар екен. Атам, енем қайдасыңар таппадым, көргедіңер көз жашымдың аққанын, ата ғана жоқ дегенде біреуі, киіп чапан жаппадым. Өмір бойы қарыздарының сіздерге жете албай алатынмын ақнамын дейді. Ошо кишинин бүт мынау китебинде балдарга, энелерге жазган ушунчалык бир сонун сөздөрү бар экен. Энелерге деп майрамга карата окуп берейин. Энелер ырыс чачкан ыйык булак, агышат адамзаттын атылап, бийлигин бакыт бешик көрмөктени, деп караңгыда жүргөн чырак. Энелер ырларымдын добушуда, токтолбой жүрөгүмдүн согушуда, энесиз жашоо үчүн турмуш суксак, энесиз күдүү үчүн тогушуда. Энелер өчпөсө мир жараткандар, дүйнөгө тилүүрүн тараткандар, энелер теңдеши жок ыйыктандар, үйүнө үчүн аккан тамдар. Аялдаты ыйыктандар атылуу, жандарының жүрегінде катылуу, жашоо, турмуш көркү энелер, өмүрлөрү балдар менен жактылуу. Энесине элде болгон жакшы сон, өлүгүнсө ырыстынын бүгүнө, жаратылыш бир мектери сунуусу, энелерге узак өмүр урматта. Жалпы энелердин майрамы менен куттуктайм, және алып чеккендердин эмгеги кут болсун.